Қазақстан Конституция бойынша зайырлы мемлекет. Бұл қағида барлық жерде, соның ішінде білім беру мекемелерінде қатаң сақталуға тиіс. Мектеп ең алдымен білім ордасы. Балалар мектепке білім алу үшін барады. Ал діни ұстаным әр азаматтың жеке мәселесі, өз таңдауы. Елімізде дін бостандығына заңмен кепілдік берілген. Балаларымыз есейіп, дүние танымы толық қалыптасқан соң, өз таңдауын жасағаны дұрыс деп санаймын. Ең бастысы, өз қарасы айқын, санасы сергек, әрі дәстүрге берік ұрпақ тәрбиелеу керек. Жалпы зайырлы деген сөздің мазмұны терең, өте ауқымды. Халқымызға қатысты айтатын